Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сочники жасап үйренеміз. Ең алдымен електен өткен ұнымызға қантымызды, қамыр қопсытқышымызды, тұзымызды, бөлме температурасындағы майымызды салып, осындай кружка жасап аламыз. Кейіннен қаймағымызды, жұмыртқамызды салып, осындай жұмсақ тесто жасаймыз. Ол тестомызды 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді біз начинкасына, яғни салмасына творог, қант және жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Және де кукурузный крахмал, жүгері крахмалын қосамыз. Төртеуін блендермен жақсылап араластырып аламыз. Бізде қою масса шығады. Бұл біздің начинкамыз болып саналады. Начинкамызды басқа жаққа қойып, енді қамырымызды жайып аламыз. Міндетті түрде астына ұн сеуіп отырып жайып алыңыздар. Егер де менің каналым сіздерге ұнаған болса, маған жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті заттарды, яғни құрамдарын описание бөліміне жазып өтемін. Осындай жұқалықты жайып аламыз. Енді домалақтармен ойып шығамыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылмай, видеода көрсетілгендей қалыңдықта жайып алсаңыз болады. Міне біздің сочникіміздің қамыры дайын, оған ортасына начинкасын саламыз. Пергамент төселген табамызға орналастырып шығамыз. Жұмыртқаның сары уызын сочниктің бетіне жағып шығамыз. Пештеріңізге қарай пісіріп алсаңыздар болады. Себебі әрбірінің пеші әртүрлі пісіреді. Мен 180 градуста 20 минутта пісіріп алдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің сочниктеріміз дайын. Мен сахарный пудра сеуіп шықтым. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айдана.